Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын пюре мен котлетті үйрететін боламын. Менің каналым ұнаса тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Ең алдымен қайнап тұрған суға картошкамызды салып пісіріп аламыз. Сол кезде пюреміз өте дәмді болады. Енді котлеттерді дайындаймыз. Сарымсақ тураймыз. Ыдысымызға салып сарымсақты кішкене араластырып жібереміз. Одан соң фарш саламыз, жібітілген нанды саламыз, жұмыртқа саламыз, тұз бұрышымызды салып жақсылап үйлеп, котлеттің формаларын жасаймыз. Котлетті микроволновкада 3 минутқа пісіріп аламыз. Енді котлет дайындаймыз. Сарымсақты тураймыз. Үккіштен сәбізді өткізіп, қызып тұрған табаға жақсылап қуырып аламыз. Содан соң томатный суымызды құйып, котлеттерімізді осылай теріп шығамыз. Піскен картошкамыздың түбінде кішкене суын қалтырып, тұз, сары май, майонез салып жақсылап езіп шығамыз. Содан соң сүт қойып дағы еземіз. Сосын блендермен жақсылап араластырамыз. Сол кезде пюремізде ешқандай түйіршіктер болмай, әп-әдемі ресторандағыдай үлпілдек болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.